Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін қара өрік, яғни сливадан жасалған вареньені дайындайтын боламыз. Қыстың күні нанмен жесеңіздер де, пирог істеген кезде қосып жіберсеңіздер де, жасаған пирогтарыңыз өте дәмді шығады. Ең алдымен қара өрігімізді үлкенде ыдысқа салып, тазалап жуып аламыз. Өрікті тазалап жуып алған соң, ортасынан бөліп, дәнегін алып бөлек жинаймыз. Бұл жерде менде 4 кг қара өрік шықты. Қазір дәнегін алып болғаннан кейін тағы да таразыға тартып өлшейтін боламыз. Біздің өрігіміз тәтті екен. Сондықтан құмшекерді бірге-бір қоспаймыз, сәл аздау қосамыз. Осылай өріктің ортасындағы дәнегін алып, барлығын жинап алдық. Өріктің ішіндегі сүйегін, ыдыстың салмағын алып тастағанда, таза салмағы 3,5 кг шықты. Енді өрігіміз тәтті болғандықтан 3,5 кг өрікке 3 кг қант қосамыз. Енді өрігімізді қатты отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін баяу отқа 30 минуттай тағы қайнатып аламыз. Өрігіміз қайнап болғанша банкаларымызды жуып, тазалап аламыз. Мен мантоваркаға булауға қоямын. Қайнап дайын болған вареньемізді алып, жақсылап араластырып, таза буланған банкаларымызға құйып шығамыз. Құйып болған соң банкаларымыздың қақпағын жауып қоямыз. Банкамыздың ішіне ауа кіріп кетпейтіндей болуы қажет. Менде осындай 5 литрден аса варенье шықты. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Түсі әдемі, керемет болып шықты. Видео сіздерге пайдалы болса қуаныштымын. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.